Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге испанский чизкейктің рецептісімен бөліскім келіп тұр. Өте нәзік, жұмсақ және дәмді болып шығады. Басқа да рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Каналға тіркелу тегін. Бізге қажет ингредиенттер: 4 жұмыртқа, 33% клейгей, сүзбелі ірімшік, қант, жүгері крахмалы. Граммдар бойынша ингредиенттерді видеоның описаниясына қалдырамын. Сүзбелі ірімшікке қант салып араластырамыз. Үстіне 33% клейгей қосып, 4 жұмыртқаны бөлек ыдыста араластырып қосамыз. Біркелкі масса болғанша дейін араластыру қажет. Жүгері крахмалын қосып, тағы миксерлейміз. Формаға пергамент қағазын салып, дайын болған массаны құямыз. Чизкейкті қыздырылған пешке 200 градусқа 1 сағат 10 минут пісіреміз. Чизкейк осындай қып-қызыл болып піседі, оны суытып аламыз, бірден кеспейміз, себебі кескен кезде езілуі мүмкін. Сондықтан 3-4 сағат тоңазытқышта ұстаймыз. Чизкейк өте дәмді болып шықты, орташа тәтті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.